қыстық салат аппетитка деп аталынады. Алма қосылып жабылады. Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын, нанға жағып жеуге болатын қыстық салаттың рецептімен бөліскелі отырмын. Ең алдымен қажетті заттардың барлығын осылай жумай бірінші өлшеп аламыз. Және де уксус 70% менде. Осында 70% уксус болса, бір ас қасық қосасыздар. Егер де 9% салатын уксус болса, онда 2 ас қасық қосу керек болады. Ал енді мынау көк шөпті біз ең соңында турап қосамыз. Басқа заттардың барлығын осы күйінше бірінші өлшеп аламыз. Және де алманы татты сортын таңдау керек. Қышқылтым алмалар болады, ондай емес. Осы салатқа негізінде татты алма керек. Барлық затты мен турап мясорубкаға өткізуге ыңғайлы етіп дайындап алдым. Енді салатымызды бастаймыз. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Және де алда басқа да қызықты рецепттері болады. Мен өткізіп болдым. Менде енді қалғаны тек ащы бұрышым мен сарымсақ қана қалды. Ащы бұрыштың 2 түрі болады. Екіншісі ұзындау болып келген. Оның ащылығы сәл аздау болады. Ал мына ащы бұрыштың ащылығы қышқылтым болып шығады. Тұзды басымдылығына қарайсыздар. Кейбір тұздар қатты ашты болып келеді. Сондықтан да мен 4 қасық қана қостым. Егер де кейбір тұздардың ащылығы басымдығы жайырақ болса, онда 6 қасық қосу керек болады. Ал менің тұзымның ащылығы өте күшті. Сол себепті тек 4 қасық қана қостым. Және жарты литр майды толығымен құямыз. Осы салатты 1 сағатқа қайнататын боламыз. Тура 1 сағат қайнағаннан кейін түсіріп көк шөбін саламыз. Енді банкілерді мен сыйымды болу үшін бірден осындай мантоваркаға қайнатып аламын. Сонда бір жапқанда бірден 6-7 банкіні бірден жауып аласыздар. Осы ыңғайлы. Енді мына көк шөпті де турап дайындап қойдым. Салатым 1 сағат болды қайнағанына. Көк шөпті үстіне араластырып аламыз дағына, банкіні жаба береміз. Бұл порциядан, бір порцияның өзінен әжептәуір көп салат шығады. Менде 1 литрліктен 11 банкі және де 0,7-нен 1 банкі шықты. Осылай бір порциядан 12 банкі шығардым. Жасап көріңіздер, ас болсын, барлықтарыңызға сау болыңыздар.